Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бүгін тағы да әуесқой бокс туралы айтуға тура келіп тұр. Әңгіме World Boxing туасында өтіп жатқан әлем кубогы хақында болмақ. Бұл жаңа турнир былтыр ғана бастауын алды. Бірінші маусымға біздің командамыз қатысқан жоқ, өйткені ол кезде біз жаңа ұйымның мүшесі емес едік. Ал биыл толыққанды мүше ретінде қатысып бастадық. Аталмыш жарыс 3 кезеңнен тұрады. Шілде айының соңында жеңімпаздар анықталады. Ұлттық құрама бапкерлері өзара ақылдаса келе Бразилияда өтетін бірінші кезеңге резервті құрамды жіберген болатын. Негізгі құрамымыз Ресейде оқу жаттығу жұмыстарын жүргізуде. 8 боксшы ел намысын қорғайды мұнда. Алғашқы қарсыластарымызды анықталып, бірінші кездесулер бүгін түнде өтті. Әзірге 55 келілік Нұрсұлтан Алтынбек қана бақ сынады. Ол жергілікті былғары қолғап шебері Майкл Триндадеден басым түсті. Одан бөлек мұнда 60 келіде Талғат Сырымбетов бақ сынайды. Ал 65-те Алмат Абдуалиге сенім артылған. 70 келіде Дархан Дүйсебай бокстаса, 80-де Диас Молжігітов барды. 85 келілік салмақта Дәулет Төлемісов, ал аса ауыр салмақта Даниал Сапарбай ел намысын қорғайды. Көріп отырғандарыңыздай, бұл бірінші номерлі боксшылар емес. Мұнда мен тек 55 келідегі Нұрсұлтан Алтынбекті ғана фавориттер қатарынан көріп отырмын. Қалған боксшыларымызға үлкен сұрақтар бар. Ал бұл аралықта өзбектер Бразилияға бірінші номерлі боксшылармен аттанды. Өзбектер де Кисловодскіге барып, біріккен оқу жаттығу жиынына қатысады дегені қайда? Ресейге олар жас боксшыларын жібергені ме? Жалпы деймінде, бұл көршілеріміз біздің бапкерлердің қадамын жіті бақылап отырады. Қандай жарыстарға бармастан бұрын олар қазақ бапкерлерінің құрамды жариялағанын күтеді. Бұл жолда сондай болды. Кіл мықтыларын алып барды олар. Және мұндай командасымен олар барлық салмақтарда фавориттер қатарынан көрінері анық. Кеше олардан 3 боксшы шығып барлығы дерлік жеңіске жетті. 55-те Миразизбек Мирзахалилов швециялықты 5-0-мен қапы қалдырды. Миразизбек Алтынбекпен тек финалда ғана жолығады. Оқыс оқиға орын алса, ондай болады. Бірақ ол үшін келесі кезеңде Нұрсұлтан атақты француз Билал Бен Алиді жеңуі тиіс. Ары қарай американдық, австралиялық және индиялық қарсыластардың біреуіне тап болады жолы болып жатса. 50 келіде біздің Нұрзат Оңғаров тіптен бірінші кездесуінде өзбекке тап болды. Оның қарсыласы Асылбек Жалилов болады. 70 келіге дейінгі салмақта Игболжан Холдаров польшалық боксшыны жарыстан шығарды. Біздің Дархан Дүйсебаймен бұл өзбек финалда ғана жолығады. 80 келіге дейінгі салмақта Джавахир Уматалиев кеше керемет стильде италиялық боксшыны жерге қаратып кетті. Бұл салмақта Диас Молжігітовпен ол жартылай финалда кездесуі мүмкін. 60-та Талғат Сырымбетов бірінші кездесуін бразилиялыққа қарсы өткізеді. 10 өтсе, ал ар жақтан Мадияр Данияров италиялықта айналса, келесі кезеңде екеуі жолығады. 65 келіде Алмат Абдуалиде бірінші бәсекесінде Юрий Рейс Фалькаосында жергілікті боксшыға тап келді. Оны аман есен өтсе, біздің баланы Асахуджа Муинхуджаев күтіп алады келесі айналымда. 85 келілік Дәулет Төлемісов жарысты жартылай финалдан бастайды. Мұнда ол Абдулайе Трауре және Жугно жұбының жеңімпазымен жолықпақ. Ал финалға шықса, Тұрарбек Хабибулаевпен жолығуы бек мүмкін. Тұрарбек индиялық Вишалмен бокстасады. Ал аса ауыр салмақта барымы Даниал Сапарбайда. Ол индиялық Нарындермен шығады. Жол болған жағдайда жартылай финалда өзбек боксшысы Жахонгир Закировпен бокстаспақ. Қатысушылар қатары аз болғандықтан міне осындай кестелер қалыптасыпты. Әрине қазір өзбектермен кездесіп тұрып, біз жігіттерді жеңіске жетеді деп отырмыз. Дегенмен, олардың мұндағы боксшылары біздің резервті ғана емес, негізгі құрамдағы боксшыларды ұтып жүргендер екендігін жасыра алмаймыз. Сондықтан шеберлерімізге қиын болады. Ал боксшыларымыз тамаша өнер көрсетіп жеңістерге жетіп жатса, онда осы құрамды бірінші номер етуге болады. Не де болса, қазақ боксшылары алдында үлкен сынақтар күтіп тұр. Неге біз мұнда бірінші номерімізді алып келмедік деген сұрақ та бар. Дегенмен бұл жаңа ұйым туасындағы алғашқы жарысымыз емес пе? Болашағымызды осы World Boxingпен байланыстырсақ, қатардағы оқу жаттығу жиын шетке сырып, кіл мықтыларды алып келетін ақ жөніміз болды ғой. Жаңа ұйым басшылығының көңілінен шығу үшін де. Ал өзбектер мұндайды қатырады. Міне көріп отырсыздар, олар қолда бар саңлақтарын алып келіпті. Ал біз сәл мұрын шүйіріп қарағандай болып қалдық олардың жанында. Сырттан қарағанда болмашы нәрсе секілді. Десе де бедел осындай майда шүйде нәрселерден жиналады. Жаңа ұйымда бәрі әділ болады. Сондықтан мұнда сәтсіздікке ұшырасақ кімді айыптаймыз? Бұл IBA емес, боқтайтын. Мұнда не айтсақ та өзіміздің адамымыз Геннадий Головкинге тиеді. Сондықтан боксшыларымыз бар өнерлерін ортаға салуы тиіс. Біле білсеңіздер, құрамадағы әрбір осында келген жігіттер үшін бұл таптыртпас мүмкіндік. Осы жерде олар өз шеберліктерін паш етсе, ары қарайғы мансаптарына оң септігін тигізетін болады. Жігіттерге сәттілік тілеп қояйын. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.